28 маусым бақ кәсіби мерекесі қарсаңында өткізілетін спорттық шараға 6 команда қатысты. Олардың арасында бірнеше жыл чемпиондық тәжді жеңіп жүрген Қызылорда телеарнасы командасы мен меншікті тілшілер футболшылары да бар. Жарыстың салтанатты ашылуында сөз сөйлеген Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Шахмардан Байманов қатысушыларға сәттілік тілей отырып, қалам иелерінің қоғамдағы алатын орны мен олардың кәсіби еңбегіне тоқталды. Біздің сырымымызге белгілі тележурналист Сағитжан Бермағанбетов атындағы шағын футболдан екінші мәрте ұйымдастырылып отырған турнирде бас қосып отырмыз. Сағитжан Бермағанбетов сол өзі студент жастайынан студент кезінен бастап өте бір өткір тілді, белсенді, өте бір ұтқыр журналист болды. Өте бір жақсы сол кезде жас кезінде өте қызықты бағдарламалар жасады. Түйін ақпараттық сараптамалық бағдарламасын жүргізді. Мен оны сол бірге әртүрлі факультетте оқысақ та, бірақ сол кезде университетте факультет аралық түрлі жарыстарда, сайыстарда белсенділігін көрсететін өзі. Өз кезегінде Сағитжан Бермағанбетовтың анасы Меруерт Бақбергенова және Гүлжанат Бермағанбетова да сөз алып, ел азаматының есімін ұлықтауға бағытталған шараға мұрындық болған ұйымдастырушыларға жүрекжарды алғысын жеткізді. Менің бауырым Сағитжанды осындай жылда өзі жоқ болса да, көзі жоқ болса да ұмытпай ұйымдастырып жатқан осындай облыстық ішкі саясат басқармасының өкілдеріне және де журналист құрдастарына, әріптестеріне отбасымыздың атынан өзіміздің шынайы алғысымызды білдіреміз. Турнир форматы бойынша 6 ұжым 2 топқа бөлініп, әр топтың үздіктері плей-офф кезеңіне өтті. Алаң төріндегі тартыстар ешбір кәсіби клуб бәсекесінен кем түскен жоқ. Техника мен тактика үйлескен ойын өрнегі жанкүйерлердің де көңілінен шықты. Ержан Батыршаев бастаған Қоғам ТВ топтан бірінші болып шығып, жартылай финалда облыстық әкімдіктен жасатылған команданы 4-2 есебімен сан соқтырып, ақты ойынға жолдама алды. Финалда журналистер қауымында Реал Мадрид атанған Қызылорда телеарнасымен кездесіп, матч 0-0 есебімен тең аяқталып, жеңімпаз пенальти сериясынан анықталды. Бұл сында сәттілік серік болған Қоғам ТВ командасы тарихта алғаш рет чемпион атанды. Қоғам ТВ жыл сенсация жыл деп аталып жатыр енді. Кристал Пэлас алып жатыр, Тоттенхэм алып жатыр, ПСЖ алып жатыр, солардың қатарына біз де қосылып жатыр. Қоғам ТВ ұжымы 26 жылда бірінші рет бірінші орын алып тұрық. Исторический момент дейді ғой енді, тарихи сәт болып жатыр. Командаға айтайын енді. Командаға рахмет барлықтарына. Оңай ойын болған жоқ. Біраз ничья, пенальти, лотерея дейді ғой енді. Соның арқасында жігіттерге рахмет, тренировканың арқасында барлықтарыңызды спортпен шұғылдануға шақырамын. Турнирде үздік ойын көрсеткендер арнайы номинациялар бойынша марапатталды. Ол жазда өт Нұрдәулет Ғалымжанұлы, Ержан Батыршаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.